имамдарды ұстаз демеңіздер, ұстаз деп тек қана мектептегі мұғалімді айтыңыздар. Басында қиын болды әлбетте. Кейде достарым да, үйдегі келіншегім де, тіпті балам да айтады да, әке саған не керек, жұрттың баласын бәрін тәрбиелей алмайсың ғой деп. Әрбір мен ислам туралы айтқым келеді деген адам сол жерден тексерсен өтсе, егер өтпей қалатын болса, ілімін жетілдірсе деген сияқты бір дінге шақыруда негізгі принциптер бар, сосын бір бас тартуға болатын да мәселелер бар деген сияқты. Біздің қоғам деген ұстаз бен молдаларды кешірмейді. Мүлдем қателесуге болмайды. Су басып жатқан кезде мешіттің суға кетпей қалуы деген секілді нәрселер арзан дін тарату жолы деп білемін мен. Альхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Құрметті көзқарақты көрермендер, әдеттегідей бүгін тағы ұстаздармен жиналып қалдық. Ернар ұстаз, Рамазан ұстаз және де мен Қанағат. Өткен ұстаздар күні баршаңызға құтты болсын, құрметті ұстаздар, мұғалімдер. Алла тағала сіздердің абыройларыңызды әрқашан жоғары қылсын, қадір қасиеттеріңізді көтере берсін. Осы бір ұстаздар күні алдарыңызда ұстаздармен бас қосып әңгіме айтуды, сөз саптауды жөн көрдік. Осы жерлерде өздеріңізге пайда алатын біршама әңгіменің басын қайырамыз деп ойлаймын. Енді Ернар ұстаз, өзіңіз университетте сабақ беріп жатсыз. Алдымен сізге құтты болсын. Алла тағала абыройыңызды көтере берсін. Керемет өзіңізден асатын шәкірттерге жол бастаушы болып жүре беріңіз. Рамазан ұстаз, сіз рухани тұрғыдан ұстазсыз. Жамағатыңыздың алдында шәкірттеріңіз барлығы сізден рухани ілім алып, рухани байып, елін жерін сүйетін бір азаматтардың өсіп шығуына септігін тигізіп жүре беріңіздер. Неге олай айтып жатырмын? Қазір қоғамда бір үлкен әңгіме жүріп жатыр. Яғни имамдарды ұстаз демеңіздер, ұстаз деп тек қана мектептегі мұғалімді айтыңыздар деген сынды бір адам түсініп болмайтын бір әңгімелер жүріп жатыр. Енді бұл қаншалықты дұрыс деген сұраққа жауап іздесек, өйткені Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзі бір хадисінде айтады: иннама бу'исту муаллиман, мен мұғалім ретінде жіберілдім. Яғни мұғалім дегеніміз тәрбие беруші, ұстаз, адамды рухани тұрғыдан болсын, тәрбиелік тұрғыдан болсын, қай жағынан да қалыптастырушы. Енді сол үшін де осындай бір керемет жиында өздеріңізбен бас қосып қалдық. Енді осы тұрғыда мынандай сұрақ туындады менде. Қазір көптеген әлеуметтік желіде мынандай бір тенденция қалыптасып келе жатыр екен. Мен ұстазбын, тек қана дәріс беремін. Баланың тәрбиесімен мен шұғылданбаймын деген нәрсе бар екен. Ол қаншалықты дұрыс? Жалпы бұндай программамен жүрген мұғалімнің жолы қаншалықты дұрыс? Ол балаға ертең қаншалықты дұрыс бағдар бере алады деген сұрақ бар да менде. Ассалаумағалейкум, құрметті ұстаздар, құрметті ағайын, рахмет мерекемен құттықтап жатқандарыңызға. Сіздерді де мерекелеріңізбен құттықтаймын. Енді жаңа бірінші мына сұраққа жауап бермесім, жаңағы әңгімеге тұздық болып кетсін. Мектептің ұстаздарын ғана құттықтайық, мешіттің имамдарын ұстаз деп айтпайық деген сөзге келейік. Негізі қазақтың дүниетанымында дәстүрлі білім беру жүйесінде мектеп медреселер, мектепте медреседе арабша сөз ғой, діннен келген. Мектеп медреселерінің барлығы сөзсіз түрде қазақтың ауылдарында молдалар ұстаздық қылды. Кейін артынан медресенің ұстаздары ұстаздық қылды. Кейін кеңес үкіметі алашордалықтардың кезінде басталды, кейін кеңес үкіметіне жалғасты. Кәдімгі азаматтық білім бөлінді мектеп медреселерден. Кейде біз жаңа ақын жазушыларымыз медресе оқыған деп таңдап оқығандай мақтанамыз ғой, бірақ дәстүрлі білім жүйесі мектеп медресе болған. Ұстаз мұғалім деген сөз солардан қалды. Кейін барып ұстаз мұғалім деген сөз біздің кәдімгі азаматтық мектептерімізге ауысты. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Қай саланың болса да ұстаздарын құрметтеп, құттықтай берген дұрыс болады деп ойлаймын. Мысалы, инженерияның саласында институттар бар. Олардың барлығы инженерлер, немесе медицинаның саласындағы академиялар бар, университеттер бар. Олардың барлығы негізі дәрігерлер ғой. Әрі сабақ береді. Оларды да құттықтайды. Мысалы, әр дәрігерлер күнін тойлап өтеді. Сондықтан меніңше ешқандай әбестігі жоқ. Білім саласында қызмет атқаратын, педагогика, тәрбие, барлық саланы алып жүрген адамдарды құттықтауға болады деймін. Мысалы, өзбектер дамыла деп айтады әлемге дейін ұстаздарын. Сол кезіндегі аға молдалар мектеп медреселерде сабақ берген. Ал қазір оны
мектепке ауыстырып алған, олар дамулла деп айтады сөйтіп. Яғни молда деген сөз үлкен молда деп олар ұстаздарына да айта береді. Онда біз айтпаймыз, дамулла деп айтпаңдар, мектептің мұғалімдері дамолда емес деген сияқты сөз айтсақ, олай қайшы болып кететін сияқты. Енді жаңағы педагогтарға келейік. Менің жұмысым тек қана дәріс беру деген. Бұл да жаңағы білімдердің бөлініп шашырау, ғылымдардың бөлек-бөлек салаға шашырағаннан келіп шықты деп ойлаймын. Мысалы хадис ілімінің мен бөлек ғалымы, мен тек хадиске жауап беремін, мен тафсирге жауап беремін деген сияқты. Мен тек қана дәріс беремін, тарихтан қалған тәрбие менікі емес деген түсінік келеді. Бірақ мұғалім деген сөздің мамандықша атауы, халықаралық атауы педагог болып саналса, педагог деген сөз бұл тәрбиелеуші дегенге саят. Сол педагогта біреудің баласы деген бала болмайды. Мен мысалы кейде аулада балалар боқтық сөз айтып қойып жатса, университет менің студенттерім емес, басқа көрші мамандықтардың студенттері болуы мүмкін, боқтық сөз айтып, сондай бір балағат сөз айтып жүрсе, мен тоқтатып ескертулер беремін, ерінбеймін. Басында қиын болды әлбетте. Кейде достарым да, үйдегі келіншегім де, тіпті балам да айтады да, әке саған не керек, жұрттың баласын бәрін тәрбиелей алмайсың ғой деп. Бірақ мен айтамын да, педагогта біреудің баласы, жұрттың баласы деген бала болмайды. Мен педагогпын ба, мен ұстазбын ба, мен осы қоғамда барлық жас келең ұрпақтың, өзімнен кішілердің, тіпті үлкендердің менің алдымда дәріс алатын болса, жауап беруге міндеттімін. Барлығы бірдей тәрбиеленіп кетеді деп ойламаймын. 100-ден бірі, 1000-нан бірі естісе де бұл маған жетістік деген түсінік болу керек. Жаңағы әріптестерімді қолдамаймын. Мен тек қана сабағымды беріп кетемін деген. Иншалла. Сіз қалай ойлайсыз? Иншалла. Бисмилля. Алла разы болсын, құттықтауыңызға рахмет. Сіздерді де құттықтаймын ұстаздар күнімен. Аллах тағала ілімдеріңізді арттырсын, елге тигізетін пайдаларыңызды көбейтсін. Енді ұстазға қатысты бір жақсы сұрақ қойдыңыз. Негізі қазірде бір оқиғалар есіме келді. Жақында да бір осы Атыраудың өзінде сондай болыпты, бір мектептің ұстаздарының бір жаман бейнеде көрініп қалған. Кейбір жерлерде жүрген жаңағыдай ұстазға лайықты емес жерлерге барып видеоға түсіп, сол ауылдардың ішіне таралып, үлкен жаңағыдай бүлік болып, халықтар қарсы шығып, мыналар біздің баламызға не үйретіп жүр деген сияқты. Сол тұрғыдан айтқан кезде негізі ұстаз бұл тек қана белгілі бір ақпаратты беретін адам емес қой. Бала миына тек қана ақпаратты алмайды, сол ұстаздың өзін өзі ұстауы деген сияқты. Жаңағы исламда да ұстаз жоқтың ұстаз шайтан деген сөз содан қалғанда, негізі ақпаратты кітаптан ала бересің, бірақ сол өзін өзі ұстауды, әдепті деген сияқты басқа нәрселерді ұстаздың өзінен алу керек. Тікелей алдында отырудың маңызы да сол. Сол себепті мектепте отырған бала тек қана ақпарат алмайды ұстаздан, тек қана білімді алмайды, өзін өзі ұстауды деген сияқты, қоғамда өзін өзі қалай жүру керек, тұру керек деген сияқты сол нәрселер. Сондықтан осы ұстаздық жолды таңдаған адам, мектепке немесе университетке жұмысқа келген адам жауапкершілікті көтеру керек шығар мүмкін. Қоғамда белгілі бір этикалар сақтап жүру керек ол. Жаңағы қаласа да кейбір нәрселерді істеуге болмайды деген сияқты, өзін сақтау керек сондай жерлерде. Мен жеке өмірімде не істесем соны білемін, жаңағы клубқа барсам да өзім білемін, көшеде жүріп арақ ішсем де өзім білемін деген сияқты нәрселерді істеуге болмайды деп ойлаймын. Енді әркімнің жеке құқығы, бірақ белгілі бір саланы таңдадың ба, сондай сала жауапкершілігінде алу керек мойнына деген сияқты. Енді біздің қоғам деген ұстаз бен молдаларды кешірмейтін. Мүлдем қателесуге болмайды. Анау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда мысалы хадис кітаптарында хисал дейді, бір қасиеттер бар да, пайғамбарымыздың ерекше қасиеттері бар. Оны айналасындағы адамдар бойына сіңірді ғой. Яғни пайғамбарымыз оларға құдды мұғалім секілді болды да. Мысалы Анас ибн Малик радиаллаху анху пайғамбарымыздың жанында 10 жасынан бастап 20 жасына дейін жүрді қызметінде. Бүткіл пайғамбарымыздың қасиеттерін бойына сіңірді дейді, толық бойынан өткізді. Ол кісі өзі былай баяндайды: бір күні мені Алла елшісі базарға жіберді дейді, қолыма ақша беріп. Сөйтіп мен баламын ойнап кеттім дейді. Ойнап жүрдім, бір мезгілде артымда бір адам келіп тұрған есіме түсті. Сездім, пайғамбар екенін білдім дейді. Бірден дереу бұрылдым. Енді бармай қалды да дүкенге, жіберген базарына бармай қалды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: Анас, сен бардың ба деп айтты. Жоқ, Алланың елшісі, есімнен шығып кетті, енді барайын деп жатырмын деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күлді дейді, тек қана. Яғни оны жаңағы жазғырған жоқ, ол жерде ұрысқан жоқ. Өйткені бұл жерде енді көптеген тәрбие жатыр. Анас ибн Маликтің әкесі де болмады, тек қана анасы бар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған құдды бір ұстаз ретінде өмірлік бағдар берді. Осындай бір жақсылықтарды, мейірімдердің барлығын бойына сіңіріп өскен Анас радиаллаху анху ислам жалпы тарихында ең елеулі
ең танымал сахабалардың бірі болды. Енді ол кісіні бауырлары да бар ғой, бірақ осы кісі жалпы бір пайғамбарымыздың қасиеттерін бойына сіңіріп өсті. Яғни ұстаз деген нәрсе тек қана сіз айтқандай немесе сіз айтқандай бір мына бір компьютерден мына бір флешкаға көшіріп беретін бір ортадағы құрылғы емес қой тек қана. Енді мынандай нәрсе бар да, бұл мамандыққа адам өзі таңдап келеді. Әйтпесе университет оқып жатқан кезде енді сені мәжбүрлеп түсіру мүмкін. Біздің қоғамда ата-аналар өзінің жабылмаған бала күнгі арманына түсіреді ғой мамандықтардың бәрінен. Біреу мұғалім қылады, біреу медбике қылды деген секілді. Педагогика саласына көп грант бөлінеді, ол да бар. Оны мынада сияқты мәселе, совет үкіметінде кезінде сол арнайы мемлекеттік бағдарламадағы мамандықтар ешқашан далада қалмайтын болды. Ол мұғалім болсын, ол дәрігер болсын, мемлекеттік қызметкерлер. Сол үшін де сол бір салаға жұмыс жасатып, жаңағы қолын майға батырмай таза жерде отырса деп қалайды енді көбі. Бірақ университет бітіргеннен кейін бәрібір таңдау болады ода. Бәрібір таңдау болады. Мына салаға да кетуге болады, мына салаға деген секілді. Болмаса басқа да бір жұмыстар жасау болады. Енді өзі таңдап келгеннен кейін бүткіл жауапкершілікті өз мойныңнан түсіріп тастау ол дұрыс емес деп ойлаймын. Өте орынсыз. Абдул-Фаттах Абу-Ғудда өзінің бір естеліктерінде келтіреді. Ахмад ибн Хамбал деген үлкен Ханбали мазхабының ғалымы өмірден өтті. Сол кісі хадистен дәріс берген кезде 5000 адам келеді екен алдына. 5000 адам. Соның 500 ғана өзінің жеке шәкірті дейді. Хадис жазатын. Қалған 4500 адам тек қана Ахмад ибн Хамбалдың әдебіне қарау үшін келеді екен. Оның отырысына, оның сөйлегеніне, адамдарға түсіндіріп, содан өздеріне рухани азық алып кете береді екен. Яғни ұстаз деген ол осындай тұлға деп айтқым келеді енді. Енді біздің ұстаздықты талқылаған кезде, педагогиканы талқылаған кезде, қазақ педагогикасын талқылаған кезде Ахмет пен Ыбырайсыз іс бітпейді ғой. Жәңгір ханды да осы араға қосып қою керек. Жәңгір хан педагог болмады, ханның баласы болды деп айтатындар бар, бірақ ол кісі өзі салған мектепке өзі сабақ беріп, өзі дәріс беріп, сөйтіп жүрген адам. Сонда Жәңгір ханды да қосу керек бұл санатқа. Қазақ педагогикасының аталары осы Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, Жәңгір хан, одан бөлек Мағжан Жұмабаевтың педагогика еңбегі бар, кітабы бар. Сол жерде педагогикадан бала тәрбиелеу ғой. Бала тәрбиелеу деген. Мағжан Жұмабаев баланы бесіктен бастап бүткіл өмірін сипаттап кетеді ғой педагогикада. Мағжан Жұмабаев сонда бір сөз айтады өзі, баланы тәрбиелей алмайтын екі халық бар, соның біреуі қазақта. Қазір кейде болып жатқан психологиялық әңгімелер, біздің гештальтіміз жабылмай қалды. Бала күнгі травма деген сияқты нәрселердің бір қырында негізі. Мен айтамын, дұрыс, бір жағынан бұл сыртқы ақпараттардың да толқынынан біз ата-анамызға наразы болып жатқан замандас қалыптастырып жатыр. Бірақ бір жағынан айтамын да, сыртқы фактор ешқашан әсер етпейді, ішкі фактор түгел болатын болса. Демек біздің ішкі факторымызда бұндай кем-кетік нәрсе бар деген сөз. Енді соны ойлап тұрып кейде қараймын да, осы нәрсе рас екен деп. Жаңаға содан да бізде өзі істемеген нәрсені педагогтан талап етеді. Үйде баланы өзі тәрбиелемейді. 5 сағатқа құттай бір нәрсе болса педагогтан көреді, ұстазынан көреді. Бұл да бір біздің қоғамдағы ұстаздардың дәрежесін осылай көреді. Сіздің жаңа айтқаныңыздай, кеңес үкіметі кезінде өлмейтін мамандық деп түсіре берген болуы керек. Бірақ әлі де ұстаздықты жолға қою, педагогиканы жолға қою бізде әлі кенжелеп тұр. Ұстаздарды армия ретінде, пропаганданың армиясы ретінде, өзінің әскері ретінде қарайтын мемлекеттік қызметкерлер де жоқ емес. Осы салт сананың бәрі өзгеруі керек. Кезінде кеңес үкіметінде Өзбекстанда педагогтардың барлығын мақта теруге айдаған ғой. Сол сияқты да ұстаздарды біз ондай бір шектеліп қалған рационалды қоғам ретінде қарауды да қою керекпіз. Рас, енді ұстаздар көп болғаннан кейін арасында бүлдіретін жаңағыдай топ, олардың да арасында болады. Барлық ұстаз әулие, періште деп айтудан аулақпыз. Дегенмен де жалпылама ұлық қасиетті мамандық деген пікірді әрдайым қорғап жүру керек қой. Енді бүгінгі таңда осы бір ұстаздардың қадір қасиетін көтеруді жолға қою керек кәдімгідей. Енді ол үйдегі ата-анадан басталады.
жаңағы ата ана баласына ол саған сөйлейтін кім деген сөздерді айтпау керек қой. Ұстаз болған кезде енді үйде көбіне мектепке болғанға қарағанда 20 сағат үйде болады ғой бала, енді 4 сағат мектепте болады, 5 сағат мектепте болады десең, қалған 19-20 сағат ата ананың қасында болады. Осы кезде ата ана ұстаздың қадір қасиетін үйде көтеру керек деп ойлаймын мен. Оның абзал жан екендігін, өмірге бағдар беретін бір тұлға екендігін. Енді бізде неге кенжелеп қалып жатырмыз? Көп мәселелердің барлығы жалпы оқуды дұрыс оқымағаннан шығады айналып келген кезде. Университет уақытында әлгі жұмыс жасау, сабаққа қатыспау, программаны дұрыс меңгермеу, айналып келгенде дәріс берген кезде баламен бірге 6 класстың географиясы мен әдебиетін бірге оқып отқан ұстаздан қандай ұстаз шығады? Үлкен минус балаға деген. Себебі сен сол нәрсемен дайындалып шектеліп жатырған кезде әлемде бір мемлекет жойылып, бір мемлекет қалыптасып жатыр да. Яғни бізде, енді мен өзім бірінші мамандығым педагог қой. Сіз онда толығымен құттықтадыңыз ғой. Күмәнсіз құттықтай беруге болады ғой. Мен де өзім негізі бір мұғалім болғым келді. Қызықтым. Мен бірақ қатты қызықпадым да, бірақ орта жолда бір адамға бір не болады ғой, пайда болады ғой өзі қызығушылық. Практикаға барған кезде балдармен жұмыс жасау, жұмыс жасай алатыныңа жаңағы өзің сену деген сияқты. Бірақ енді Алланың жазымышы басқаша болды. Мүлдем басқа салаға кетіп қалдық, бірақ енді осы бір педагогикадан алыстамадық Құдайдың қалауымен. Басқа болғанда бірақ екеуінде де бір байланыс, ұқсастық бар сияқты негізі. Үйрету бар ғой. Сізде үйрету деген не болған ғой? Біреуге бір нәрсені үйрету қабілеті болған, сол өзінің несін тауып шығатты, жаңағыдай шығатын жерін қай салаға кетсе де деген сияқты. Дінде ұстаз болып кетесіз деген сияқты. Айналып келгенде енді осындай ұстаз болып қалдың енді. Бірақ енді мен өзімді ұстаз деп айтқанды қаламаймын. Имам деп айтқан жоғарырақ сияқты болып көрінеді өзіме. Өткенде біреу жазып жүріпті маған. Жүгіріп бара жатқанымды видеоға салдым ба, бір нәрсе салдым. Сіз ұстаз емессіз ба, неге саласыз деп жазып жіберген да маған. Сосын мен ұстаз емеспін деп жазып жібердім да. Ұстаз емессіз ба деп андай бір мысқылдаған күйде жауап қайтарған ғой маған. Енді мынандай нәрседе болу керек қой, енді ұстаз, ол педагог, ол тек қана мектептен ғана шектелмеу керек қой. Енді ол жаңа салауатты өмір салтын насихаттаса, немесе имам. Қазір біздердің арамызда жүгіретін имамдар да бар, жаңағы триатлонмен айналысатын имамдар да бар да. Ол қазіргі қоғамға алып қарайтын болсақ, ол үлкен бір жетістік секілді негізі. Жаңағы салауатты өмір салтын насихаттайтын бір рухани тұлға жан-жақты болса. Және де жан-жақты дегенде бірақ қатты кетіп қалмау керек. Жаңағы мына әңгімеге алып келе жатырмын. Жан-жақты болу деген сөз әрбір салада сөз сөйлеу деген нәрсе емес. Енді көптеген әріптестеріміз бар, бір өзі меңгере алмаған тақырыпта кіріп, ең соңында бүткіл имамдарға, бүткіл дін саласында жүрген мамандарға кері әсерін тигізіп жатыр да. Енді осы тұрғыда бұны қалай біз жүйелейміз? Жаңағы қолында телефоны бар адам, әлеуметтік желіге кіре алатын адамның барлығы дін атынан сөйлеп, немесе мен діндармын деп басқа саладан бәрін дінмен байланыстыру, жаңағы Қайраттың Реалдан ұтылып қалған 5-0 ұтылып қалды, одан да 5 уақыт намазында қаза қылма деген секілді арзан теңеулердің барлығын қашан қоямыз біз? Жалпы негізі осы мәселе бұрыннан да мен ойымда жүрген, негізі әркім келіп сөйлейді ғой енді діни тақырыпта, уағыз айтады, білсін білмесін, бірақ бір ой болды енді, ондай нәрсе жүзеге асу да қиын шығар. Жақсылыққа бұйырып жамандықтан тыю деген бар ғой исламның негізгі принципі. Ол жаңа бір сөзбен немесе дағуат деп айтылады, дінге шақыру, уағыз деп те айтылады кейде. Сол нәрсені қадағалайтын бір муфтияттың жанынан ба, именно исламды деген ғой. Бір құрылса, комиссия каждый қалада бір мүшелер болса деген сияқты, әрбір мен ислам туралы айтқым келеді деген адам сол жерден тексерсен өтсе, егер өтпей қалатын болса, ілімін жетілдірсе деген сияқты бір дінге шақыруда негізгі принциптер бар, сосын бір бас тартуға болатын да мәселелер бар деген сияқты. Мына нәрсені айтпай қоюға болады, қатты маңызды емес деген сияқты. Сол нәрселерін білмеген адам бір өте маңызсыз нәрселерді діннің бір негізгі бөлшегі сияқты қылып жеткізіп отырады. Басқан кезде оны істесе де істемесе де аламға келіп кететін ештеңе жоқ. Сол үшін бірақ қырылып, сондай істейтін адамдар осындай деген сияқты, маңызда жоқ нәрсе деген сияқты.
соны бір негізгі нәрселер осыларды айтсаңдар жеткілікті, қалғандары қатты маңызды емес, оны қоя тұрыңдар деген сияқты үйрететін бір ұйым керек па, адам керек па деген сияқты. Сондай бір не бар? Ой бар дейсіз. Иә. Ана жаңағы Қайратпен неге салыстыра береміз деген сияқты. Қайратпен Реал ойнаған кезде 5-0 болды. Реалға билет алғанша Умраға билет алмайсыңдар ма деп кетіп жатты ғой, неше түрлісі. Сол сияқты бір мысал бар, бір үлкен апай Нью-Йоркті қыдырып жүрген ғой, әжелерімізден қатар кісі. Баласы қыдыртқанда астына біреу жазып қойған ғой, Нью-Йоркке апарғанша Умраға апармайсың әлі. Астында ол баласы да жазып қойды да, мен шешемді Умраға да үлкен қажылыққа да апарғам деп. Сосын артынан жазып қойды, онда басқа біреуді апарды. Бәрібір жеңілмей жеңілмейді. Бұл нені көрсетеді? Біздегі диаспоралық деңгей, азшылықтың психологиясын көрсетеді. Өзі әлеуметтануда сондай термин бар, азшылық психологиясы. Ұлттардың арасында болуы мүмкін, расалық азшылық, расалардың арасында болуы мүмкін. Бізде бір өзімізде бір азшылық сезінетініміз көрініп қалды. Қазақ қоғамында сіңіспей атқан бір бөлек қоғамның ішіндегі қоғам сияқты болып тұрық та. Бұл жақсы емес. Бұл жаман көңіл күй, бұл нашар көңіл күй. Сен қанша жерден әлемді аралап жүрсең де қазақ қоғамының бір бөлігісің ғой. Қазақ қоғамының жақсы, сен мұсылман бөлігісің, намазхан бөлігі екенсің, дін ұстанатын, діни тәжірибе жасайтын. Бірақ жаңағыдай азшылық психологиясындағы жараңды емде деймін де. Сен ондай бір, сенің намазың өзіңе, сенің оразаң өзіңе, сенің құлшылығың барлығы өзіңе. Сен бірінші ондай етіп қабылдама өзіңді. Біз өзімізді ас ретінде қабылдамыз. Біз бөлекпіз, біз ана намаз оқымайтындардан бөлекпіз деген түсініктің бәрін алып тастап басыңнан деймін да. Сонда ғана жазыламыз біз ондай аурулардан. Яғни біз диаспоралық деңгейге түстік дегеніміз, мешітке апарып дінді байлап қойдық. Сіздің дәрісіңізде отырады 50 бала, мысалы 50 жамағат десек, керемет дәріс өтіп жатыр. Шықса далаға өздерін бір мұсылман елінде өткен анарада дәрістерде ислам ғалымдарының аты айтылады. Үлкен араб есімдері айтылады. Сөйтіп далаға шығып қалса, Сәтбаевтың бойында жүр екен дейді ғой. Яғни қазақ қоғамына қайтып түсіп кетеді. Диаспоралық деңгей деген, мысалы бізде бір диаспора бар дейікші, ұлттық диаспора. Ол деген өзінің елінде бәрібір мына қоғамның бір бөлігі емес екенін іштей сезінеді ғой. Бірақ өзінің тарихын, этномәдени жағдайын үйрену үшін өздерінің театрларына барады, өздерінің үйірмелеріне барады, өздерінің инструменттерін тартады. Сөйтіп сыртқа шығып қалса, қайтадан Қазақстанда жүрген есіне түседі. Сол сияқты күй кешіп жүр біздің бауырларымыз, мұсылман аудиториясы. Қайрат пен Реалды андай салыстырып, өзін көрсетіп дегендей де. Ол бәрібір кері реакция, футболда фанатистік деңгейдегі ойын ғой бәрібір. Сен ондай көңіл күйде жазатың, дәл сондан одан өткен көңіл күйде жауап алатыныңды ұмытпа да. Сен де сол деңгейге түсіп, фанатик екеніңді көрсетіп жатсаң. Дінді эмоциямен ұстауға болмайды, дін ақыл, ой, тәжірибе, өзі діннің қызметінде бөлінетін жағдайлар бар. Мысалы, діни әрекеттердің өзі, эмоциялық діни әрекет деген бар, когнитивті діни әрекет деген бар. Сосын кәдімгі ритуалды әрекетпен жасайтын діни тәжірибе деген бар. Эмоциялық қабылдау деген біреудің күйеуі қайтыс болды, жауап барып депрессияға түсіп кетті, соңында Алла тағаламен тілдесу арқылы оған жүрегіне тыныштық келді. Сөйтіп келгендер көп біздің арамызда. Когнитивті деген бұл менің жүрегім таза, басқа деп жүретін кәдімгі қарапайым діни тәжірибені шелпегін таратып сөйтіп жүре беретін мұсылмандар. Когнитивті жағдайда келді дегеніміз. Мораль, этика жағынан дінді мәдениет ретінде қабылдайтындар да. Эмоциялы тұрғыда дінді олар жаңағы түйсігімен келгендер. Енді кәдімгі олай ритуалдық деңгейде келіп жатқандар өзінің ақыл ойымен, парасатымен, келейінші, мен дінді оқиыншы деп жатқан аудитория бізде қалыптасқан жоқ. Бірдекілі адамдар бар, оны жоққа шығармаймын. Сонда біздегі діни аудитория эмоционалды жағдайға негізделді. Көп жағдайда. 90-шы жылы біздің буындар солай көп кірдік. Өйткені бізге дұрыс әлі ол кезде дұрыс көрсетілген жоқ. Біз эмоциялық уағыздың әсерінен келген жамағатпыз ғой. Эмоционалды уағыздардың. Өзіңіз, мен сол пост жазғанда өзіңіз де жаздыңыз ғой, сол 10-15 жыл бұрынғы эмоционалды уағыздардың қорытындысы деп. Айналып келгенде солай ғой, себебі өткен бір жылдары
жаңағы су басып жатқан кезде мешіттің суға кетпей қалуы деген секілді нәрселер арзан дін тарату жолы деп білемін мен. Өйткені саналы адам оның олай емес екенін білетін. Бұл мешіт биікте салынуы мүмкін деген секілді нәрсе ғой. Немесе іші су болып қалып сырты құламай қалуы мүмкін. Яғни бұндай жолдармен жаңағы өзіңді бір жертва қылып дінді таратудың қажеті жоқ қой айналып келгенде. Ғылыммен біліммен де немесе мына нәрсені айтқым келеді. Сіз айтқандай, сенің оқыған намазың, ұстаған оразаң ол өзің үшін. Ол өзіңді құтқару үшін. Жалпы мұсылман адам қоғамға оқыған намазыңды біреуге ярлық қылып ілу үшін емес, шариғатты өзіңнің бойыңды түзеу үшін ұстану керек негізінде. Әрбір адам, мысалы бізде мынандай, практикада мынандай қараңыз. Мен бүйтіп сізге хадис айтсам, тахаду тахаббу, сыйлық бер, ол махаббатты арттырады десем, енді сіз де айтып жатқан жоқпын, жалпы айтып жатқаным. Мұсылман адам қалай қабылдайды? Ана бауыр маған сыйлық берсе екен деп қабылдайды. Мен берейін демейді. Түсінікті ме? Ол дұрыс емес қой, түсінік. Яғни ол өзінің бойынан оған амал етпей тұрған адам қалайша оны біреуден күтеді. Яғни сіз де солай ойласаңыз, сіз де мен де солай ойласа, қоғам дамымайды деген сөз. Қоғам бір білімі жағынан көтеріледі деп айта алмаймын. Қандай амал болмасын, мысалы тахаджуд оқы десең, біреудің оқығанға қалап тұрасың да, немесе алған ақпаратты дереу анаған жеткізсем екен, өзің істемейсің деген сияқты. Барлығы осылай жүріп жатыр. Осы нәрсені біз бірінші өзімізді оқыған намаз мені түзейді, мен түзелсем қоғам түзеледі, мен түзелсем отбасым түзеледі деген нәрсе болмаса, ол жаңағы сол комментария күйінде қалып кететін сияқтымыз барлығымыз қайратпен реалмен теңестіріп. Уағыз айтуға байланысты бар ғой, бір қалып кетті, бағанадан бері ойымда отыр соны. Имам Ғазалидің кітабында келтіреді осы, жақсылыққа бұйрық, жамандықтан тыю. Оның ішінде барлығы кіреді ғой енді. Аллах тағалаға тарапынан жасалатын күнә болсын, адамдардың арасында жасалатын күнәлар болсын, бір-біріне қатысты қылмыс болып кетеді ғой енді, адамдар бір-біріне жасаса. Біреуге зиян тигізетін болса, малына, дүниесіне, өзіне, тәніне деген сияқты. Сол Имам Ғазали бөледі де, жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыюдың категориялары бар дейді. Нақты есімде жоқ, бірақ шамамен айтқан кезде бірінші бір тыйым салынған нәрсені істеп жатқан адамды көрген кезде ақпараттандырасың дейді. Бірінші категориясы осы, екіншісі жұмсақ уағыз, үшінші қатты уағыз деген сияқты, төртіншісі ауыр айту деген сияқты, намысына тиетін қылып, бесіншісі күшпен тоқтату дейді. Осы 5 категория өзі арнайы адамға жасалады дейді. Мысалға, сіз танымайтын адамға, немесе ата-анаңызға, немесе сізден дәрежесі жоғары адамға, ұстазға, жасы үлкен адамға тек қана ақпараттандырасыз, немесе жылы уағыз айтасыз дейді. Үшіншіге өтіп кетуге болмайды қатты уағызға. Сол екеуіне тоқтайсың. Өзіңнен кіші інің, балаң деген сияқты оған қатты уағыз айтуға болады, ауырырақ сөйлеуге болады деген сияқты. Ал жаңағы мемлекетті басқарып отырған адам кейбір қылмыстар тоқтату үшін күшпен де кіре салады дейді. Әр категорияның өзінің қолданылатын жері бар. Бізде соны ескермейді, танымайтын қайдағы бір жоқ адамға инстаграмға астынан дөрекі сөз жазып, таста мына күнәңді деген сияқты айтып отырады. Былай қарасаң, ол саған ешкім емес, сенің сөзіңді тыңдауға да міндетті адам емес негізі. Тек қана ақпараттандыру немесе жылы уағыз айту керек көркем түрде деген сияқты. Айдаладағы адамға не ұрысын құртып ұрсып отырады бізде интернетте мысалға. Ол исламда жаман көрсетеді. Мынау халық бұны жаһанданудан бір біз отарлық жүйеден өттік. Мына халықтар мен халықтар көрші тұрғанда аккультурация деген термин бар, географияда да көп қолданады, яғни мәдениеттің алмасуы. Бізден батыстың кинолары бар, Голливудтың кинолары бар, бұрын біздің ата-аналарымызға бразильский кинолар келді. Яғни батыстың мәдениеті бәрібір бізге сіңді. Батыс киноларында Бог на небесах сидит, басқа деген сияқты ақидамызға да зиян келтіретін сөздер бар. Болмаса жүрегім таза болу дегеннің барлығы да одан сайын күшейтіп жіберген нәрселер бар. Сонда ойлап қаласың, бұл аккультурация болып кетті. Біздің халықтың арасында әртүрлі ақпарат бар. Халық бізде әлі иман деген нәрсенің не екенін білмейді. Құдайды қалай танитынын білмейді. Сондай сен Құдайды танитынын білмеген адамға сен орамал тақ деп айтасың да. Бізде ауысып кеткен да, орны уағыз айтудың барлығының орны реті жоқ. Бір рет біздің Жанбай деген ауыл бар ғой. Сонда мешіт ашылды, бір 4-5 жыл қалды ғой деймін. Бір жылдығына ас берді. Арман ұстаз, наиб имам қызметте ауысып кеткен. Сол ұстаз бастап 2-3 ұстаз болып сол Жанбайға бардық. Жанбай мешітінде біз жамағат жиналып отқан шығар деп ойладық. Сөйтсем, жаңағы сол кезде Жанбайды басқарған, мешітін басқарған қарекең екен, қари имам. Сол кісі бүтін ауылдың үлкендері бар, ортаншылары бар, бәрін жинап қойыпты да. Сосын Арман ұстаз өзі бір әзіл қой адам еді ғой, сонда былай деп етті да. Ана кітаптарыны қойыңдар, біз мыналарға Құдайдың бар екенін айтамыз деп, мына халыққа.
Мен басында оны әзіл ретінде көрдім, бірақ жол бойы тәфәккүр алсам өте керемет айтылған сөз екен да. Яғни арада ислам тарихын айтсам, қасымда келген ұстаз хадис туралы айтса, Арман ұстаз өзі тәфсир жақсы көреді. Тәфсир туралы айтатын болса, мен ойлап қоямын да, біз ана халыққа біз Құдайдың бар екенін Алла тағалаға сүйдіріп айту керек деп. Мен осы сөздерді көп қозғап жүрмін. Кеше жүрген жерлерімде де айтып келіп жүрмін, ұстаздар сіздерге де айтып көрейін. Мен қызық жаңағы мен алдында қазақ туралы бір пост жарияладым ғой. Қазақ ұлым деген түркі халықтарының арасында сондай сөздер ноғайлардың арасында да бар, бөлек шыққан. Соны жазған інішек Оралда оқыған тарихшы, бірақ сол параллельді түрде тарихты оқып жүргенде дінге қызығып, ұстаздардан, сіздер сияқты ұстаздардан, әріптестерден барып білім алған. Сол бірақ тарих жақсы меңгерген, сонда былай деп жазып жіберді маған: Ереке, біздің қазақтың дүние танымында жұмақ пен тозақ деген нәрсе бар ма деп. Арада ойланып қалдым да, оған дейін мен бар деп, былай иә деп қоямын. Мен деген бір күн отырып соған арнадым кәдімгі бұл сұраққа жауап беруге. Сосын мен былай деп жазып жібердім: исламға дейін бе дедім. Исламға дейін бе дегенде ол кісі айтты: жоқ, кейін деп. Мен сол параллельді түрде енді жұмақ тозақ деген сөз болған ғой қазақта да. Содан барып Ахмет Яссауиден бастап Абайға дейінгі қазақтың осы исламға байланысты сөз айтқан, ортасында Әбу Бәкір кердері бар, Тұрмағамбет бар. Бәрінің сөздерін ашып қарасам, біздегі уағыз айту стилі бөлек екен бәрібір. Араб әлеміндегідей емес. Араб әлемінің ғалымдарында бірінші сөйтсе, араб әлемінің ғалымдарында бірінші Алла тағалағанымен қорқытады екен. Алла бар, жұмақ пен тозақ бар, жауап бересіңдер, Алладан қорқыңдар. Құранның сол аяттарын көп қосады екен. Енді біздің түркі халқына келеді, түркі халқының ғалымдары Ахмет Яссауиден бастап Алланы сүюден бастайды екен. Мұхаббатулла, өзі тасауфтың жолы солай. Мұхаббатулла, Алланы сүй. Абайдан Ахмет Яссауи сөйтіп бастайды, Руми деп айтады. Келетте Абай адамды сүй, Алланың хикметін сездейді. Сөйтіп келетте жұмақ тозақ деген нәрселер Алла тағаламен қорқыту үшінші, төртінші орындағы әңгімелер. Бірінші орында Алланы сүйгізуді бастайды. Сонда бұл халықтың этникалық біліміне байланысты нәрсе. Біздің түркі халқының психологиясында бірінші жақсы көрсе, біз жақсы көрген затынан айырылмайтын халық екенбіз. Жабысты айырылмасы. Бір жақсы көрсек қатты жақсы көреміз, жек көрсек қатты жек көріп. Бұл бізге діннің сопылық арқылы келгендігінен шығар мүмкін ол да. Мүмкін. Сопылықта көбінесе махаббатқа қарай негізделеді ғой. Бізде сүйіспеншілік бірінші орында тұрады. Араб, мен бір жағынан тарихи контекстті де қараймын. Араб халықтар олар бір-бірімен жанжалдасқан, тайпалар бір-бірін қырып тастаған, мешіттерде де қан төгілген. Сол бөліністердің несінде соны ұстау үшін оларға, олардың мінезіне, олардың жаңағы табиғатына да байланысты бірінші ғалымдар қорқыңдар, Алланың қорқыңдар деген сияқты. Яғни қорқыныш арқылы тәрбиелеу. Қорқыныш арқылы тәрбиелеп, сосын барып Алланы сүйгізеді оларда. Бізде бірінші Алланы сүйгізеді, сосын барып қорқыту екінші орында келеді. Сүйгеннен кейін сол үшін тоқта деген сияқты. Әйтпесе қорқыныш арқылы тәрбиелеу вариант болмаған. Сен сүйгенде сен де сүй деп Абай айтады ғой, сені сүйгенде сен де сүй, Алла сен махаббатпен жаратты деп. Осы нәрсені барып келіп айтамын, біз міне мұнарадан қателесіп жүр екенбіз ғой. Біз мына ұлттық білімге таяу шығыстан алып келген білімдерімізді жатқыза алмай жатырмыз. Олардағы діни білім мен олардың ұлттық білімі басқа да, біздегі ұлттық білім мен діни білім біздің генға келмейді. Келмей жатыр екен, бұл гендік жаттар айтыңыз, ген деп айтыңыз. Біздің гендік жадымызға бірінші махаббат келеді екен. Біздің халықты бір қорқыту арқылы бір нәрсеге бағындыру мүмкін емес қой негізі. Жалпы ол гендік нәрсе ғой. Бұл әріптестерімізге де жақсы ой шығар, мүмкін келісер, мүмкін келіспес. Бірақ шын мәнінде негізінде мынандай нәрсе ғой, ақида мәселесінде сен тозақтан қорқуың дұрыс емес қой, Алладан қорқуың дұрыс та. Сен тозақтан қорқып тозақ үшін намаз оқитын болсаң, сенің сеніміңде селкеуі бар деген сөз. Ал негізгі ақиданы түсінігінде бірінші сен Құдайдан қорқ. Яғни Құдайдан қорқу қашан болады? Ол жақсы көрген кезде болады ғой. Адам жақсы көрген нәрсесін айырылғысы келмейді ешқашан. Сол осы нәрседен айналып келгенде қазақтың бір бауырмалдығы, сүйіспеншілігі, жаңағы қонақ келген кезде соңғы тайын сойып жіберуінің бәрі осыдан шықса керек. Яғни шын мәнінде Құдай қонақ деп, яғни Құдайдан келген қонақ. Шын мәнінде бір жақсы көру бойда қалыптасқан кезде. Бұл неде жалпы дінде үш сөзімнен тұрады дейді ғой негізі дін. Қорқу, үміт ету, сосын жақсы көру.
осы үшеуін бірге ұстау керек деп айтады. Жаңағы Құранда жәннат туралы келген аяттар жаңағы үмітке жетелейді адамды, үміт үзбе деген сияқты. Қорқытуға келген аят, тозақ аяттары үрейлендіреді, сен жаңағы ұйықтап жүре берме деген сияқты әплетте. Махаббат үшінші категория ретінде қаралады да, сопылықта ол екі деңгейден өту керек адам. Содан кейін тек қана мысалы махаббатпен Аллах тағала құлшылық етеді. Кейбір үлкен ғалымдардың сөзі бар ғой, Аллах тағала маған бүгін жәннат пен тозақ жойдым бүгін, не істесең өзің біл десе де мен құлшылығымды жалғастырып кете беремін деген ғалымдардың сөзі бар да. Сондай деңгейге жетсе жаңағы таза тек қана махаббатпен ары қарай құлшылық етіп кететін деген сияқты. Бірақ бір екінші қыры да бар, бұл арада тек үмітке ғана басым бермей, үміт пен үрейдің ортасында жүресің ғой. Бірақ бізде үмітке де басымдық қылып жіберуге де болмайды. Біздің түркілерде де, түркі халықтарында махаббат туралы уағыз айта бергені жүрегім таза деген сөз де содан қалыптасқан сияқты деген. Мен Алланы жақсы көремін. Жоқ, енді бұл нәрсеңіздің бір жақсы жағы, қазіргі уағыздың кетіп бара жатқан сарынын түбегейлі өзгерту керек шығар онда бізге. Эмоцияның барлығын тастап, енді керек кезінде айтылу керек шығар, бірақ қазіргі сіз айтқандай бір тек тозақ пен жәннатты айтамын, енді ол айтылу керек қой бәрібір. Бірақ бірінші бастапқы нәрсені қалыптастырып алу керек. Онда махаббат мәселесін Құдайға деген сүйіспеншілік. Құдайдың бар екенін халыққа түсіндіріп алу керекпіз ғой бірінші. Өте орынды. Өйткені бізде мынандай нәрсе де, адамдар бір нәрсені бастаса, мысалы бай адам өзінің кедей кезін ұмытып кетеді. Намаз оқыған адам намаз оқымаған кезін ұмытып кетеді деген сияқты. Мысалы қарның ашып қазір тамақ ішсең, жаңағы аштық кезін ораза ұстап келесің, ауыз ашасың, күндізгі адам ұмытып кетесің. Енді мынау намазхандар жайлы айтып жатырмыз ғой. Намаз оқыған адам өзінің бұрынғы кезін ұмытпау керек қой. Мысалы қаншама жыл біреуге намазға келу үшін 40 жыл уақыт кетті, біреуге 50 жыл уақыт кетті. Енді өзі келіп алғаннан кейін артындағылардың да дереу сол жолға келгенін талап етеді да ол. Сенің жүрегіңді Құдай 40 жылдан кейін ашты да. Енді ол сенің жаныңдағы жолдастарыңды, сенің бауыр ата-аналарыңды 50 жылдан кейін ашатын шығар жүрегін. Оны барып ол үшін жазғыру дұрыс емес қой. Ол қайдан шығады? Жаңағы өзінің діни білімнің төмендігінен шығады. Мен тахаджуд оқимын, балам да тахаджуд оқысын деп та. Негізі Аллах тағала бір адамды, мысалы біз кейде уағыз айтасың ғой, сосын біреу намаз бастап кетуі мүмкін сол жерде деген сияқты. Сөйтіп былай ойлап қарасаң, негізі Аллах тағала оны 10 жылдан бері дайындап келе жатыр негізі. Әрбір кезде бір белгі көрсетеді, анау келейін деп қалады. Ең соңында сіз соңғы тамшысы болып несе жаңағыдай сөз сосын бастап кетеді деген сияқты ғой. Сол нәрсені де мысалы ескеру керек шығар. Жаңа адам ұзақ уақыт келеді ғой негізі. Бір процесс бірден болатын нәрсе емес. Кейде адам кейбір намазхандарда айтады, соны уағыз айтасың, қабылдамайды дейді. Неге қабылдамайды ол деген сияқты. Әлі дайын емес, значит. Ол әлі процессте үстінде деген сияқты. Бір жаңа ғалымдардың айтатыны бар ғой, әйел адамдардың егер ішінен тақуалық қалыптасатын болса, олардың ішінде 40 күнде әулие шығуы мүмкін деп. Өйткені ол жаңа сезіммен, сүйіспеншілікпен оларды күшті болады да бәрібір. Бізде де намазхан жігіттер бауырларымыз айтады ғой, уағыз айтасың, уағыз айтасың, бірінші мамаңа өтеді дейді, анаңа өтеді дейді да. Әкеңе өтпейді дейді, әкеңе жүресің дейді. Өйткені ер адамдарда бәрібір мына логикалық тұрғыда логикамен салыстыру басым болды. Бұл табиғат не, мына арада бір сексистік әңгіме айтып отқан жоқпын, әйел адамдарды түсіріп. Бұл арада біз мысалы сезімнен кедейміз, сезімге біз суық қараймыз, ал әйел адамдар басқаша қарайды. Ол балаға да қараған кезде мантық, логика деген нәрсемен жақсы көріп тұрмайды ол. Шынайы. Яғни сол үшін де әйел адам ғашық болатын болса, түгел ғашық болады. Және тұрақты болады әйел адамның ғашықтығы. Махаббаты да тұрақты болады. Сезімі молырақ болады да. Ер адамға 40 жылда аздық етеді дейді ғой ғалымдар, әулие болып кету үшін. Машалла. Енді ол жаңағы сіз айтқандай үйіне барып жаңа насихат айтатындар бар ғой. Осы орайда жігіттерде сақ болу керек та, ата-анаға уағыз айту деген нәрсе жалпы дұрыс емес қой негізі. Сені өмірге әкелген адамға қалай сен насихат айтасың, мынау дұрыс емес. Талай бауырлар сөзінен авария болып кетті ғой, үйінен қуылып мысалы. Жаңа хикмет жоқ та. Және өзін сол хазіреті нелермен, сахабалармен байланыстырып жүреді, кезінде сондай сахабалар қуылған ғой деп. Мәселе негізінде менің түсінгенім, сенің отбасыңа өзіңнің тура жолда жүргеніңді дәлелдеу үшін сен бүткіл қылықтарыңды түзеу керексің ғой. Әйтпесе ол бос сөз ешқашан пайда бермейді. Алла тағала Құран кәрімде айтады: «Я аyyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun». Әлгі
айтқан нәрселеріңе өздерің не үшін амал етпейсіңдер дейді. Мысалы біз хадис естідік, аят естідік, ол естіген нәрсенің барлығын тоқымайтын болсақ біз, ол пайда бермейді. Олай істейтін болсаңдар, жаңағы айтқан нәрселерін істемейтін болса, Алланың алдында Алланың ашуын келтіреді дейді. Бізде айтылған уағыздардың пайда бермеуі сол да, кімге айтылу керек екенін білмейді. Мешітте сен имам ретінде айтасың, себебі мінберде отырсың, ол саған ыңғайлы айту. Бірақ үйге келген кезде мен әкеме олай айта алмаймын ғой. Тәкаппарлықпен айтылатын болса тіпті дейсіз ғой, жаңағыдай жоғарыдан төмен қарай. Кеше бір хадис оқыдым, айтпақшы, бір қызық, орталықта уағызға дайындалып оқығам ғой, бір хадис, құдси хадис, Аллах тағаланың сөзі деп келтіріледі. Сол айтады: "Я айбади, ей құлдарым, куллукум даллун илля ман хадайтуху" деп айтады. Сендердің барлығың адасқансыңдар, тек қана мен тура жолдан бастағанда басқалары деп. Былай қараған кезде негізі барлығымыз адасқан емеспіз ғой негізі. Иман келтіргендеріміз бар, не үшін адасқансың деп айтылып тұр ол жерде. Деген кезде ғалымдар шарттайды астында, адасуға бейімсіңдер, Аллах тағала егер сендерден жаңағы сәбат дейді ғой, дінде тұрақтылық, мықты болуды алып қойса деген сияқты. Яғни сол жоғарыдан қарап уағыз айтып жатқан адамның уағыз айтып тұруының өзі Аллах тағаланың мейірімімен ғой деген сияқты, бір сәтте орындарың ауысып кетеді деп. Сондай зат бар да, негізі көп адам соған мән бермейді. Көптен бері құлшылық істеп жүрмін, менікі жаңағыдай уже гарантия берілген сияқты болады да, жаңағыдай жәннатқа жақындап қалдың уже деген сияқты. Бірақ Абу Хурайра деген сахаба жаңағыдай айтады бір оқиғасын, үлкен 60-қа ма 70-ке тақаған жасында уағыз айтып отырады. Сол кезде шәкірттеріне, табиғиндарға мен зинадан қорқам деп айтады дейді да. Сол кезде шәкірттер айтады: "Ұстаз, қалай сіз жасыңыз осыншаға келді, қалай зинадан қорқасың?" деген кезде шайтан әлі тірі тұр ғой, мен қалай қорықпаймын деп. Сахаба ең көп хадис жеткізген, жасы егдеге келіп қалған, бірақ соның өзі тура жолда до конца соңына дейін жүре алатынына сенімді емес деген сияқты. Бізде азғантай ғана уақыт болған дінде жүргеніне, бірақ жаңағыдай қатты сенімділікпен айтады да, субханалла. Өзінің ертеңіне алаңсыз, ол. Сонда жатқой ертең жасап қоятынына білмейді. Жаңағы біреуді бір нәрсемен айыптаған кезде негізі өте қорқынышты нәрсе ғой. Ол Алла тағала сенің басыңа тауфиқ дейтін нәрсе бар ғой. Алла сені бір тура жолға салып қояды. Егер оны алып қоятын болса, біттің. Мысалы ең қорқынышты нәрсе намаз оқып жәннат тозақты біліп намаз тастап кеткен адамды қайтадан әкелу өте қиын. Намаз оқымайтын адамға қараған, себебі ол барлығын біледі, енді оның жүрегіне сен кіре алмайсың. Өйткені Алла оны туралық талып тастағаннан кейін. Сол үшін де жаңағы біреу қателесіп қалып жатса, оны қаралауды негізі доғару керек. Жалпы қоғам ретінде жаңағы сіз айтқандай, біздің қоғам біреуге ашулы, өкпелі, негативін шашып тұрады. Комментарийден білуге болады ғой. Сәл қателессең, сені ешкім кешірмейді. Қай салада болсаң да мейлі. Құшағы қатты халықпыз ғой жаңағыдай. Яғни жақсы көрсек қатты жақсы көреміз, жек көрсек қатты жек көріп кетеміз. Ортада жоқ та, баланс жоқ бізде. Енді біздің қоғамда анау негативтің көп болуының себебі бақытсыз қоғам ашушаң болады. Бақытсыз қоғам дегенде түгел барлығы бақытсыз деп айтып отқан жоқпын. Адамдардың отбасылық бақытын айтып отқан жоқпын. Біздер бақыттылық индексінде жоғарғы орын алатын елдер емеспіз. Халықаралық жаңағы статистикалық мәліметтерде. Сосын анекдот көп айтылады деген естігенсіз, сондай бір теорияны. Жалпы арзан күлкі, әзіл көп айтылып кете береді. Ол жаңағыдай нәрсе ғой. Бір жағынан барлығымыздың назарымыз жаңағы арзан әңгімелерге де болатын. Баяғыда Қабан жырау айтып кеткен ғой. Жаңағы бәрі неге сексолог болып кетті десе, берекесі жоқ елдің айтатыны өсек, аңдайтын төсек болады деген сөз. Бұл 18 ғасырда бабаларымыздың айтып кеткен сөз. Дәл қазіргі кезге келді. Бұл тақырып онда өмір бойы. Кеше бұл жаңағы бір кісі арпалыс екен ғой. Блогер кісі жазды ғой, жаңағыдай белден жоғары көтерілетін уақыт жеткен жоқ па жігіттер деп жаңағыдай. Енді бұл жаңағы неге бақытсыз қоғамдар ашушаң келеді. Өзінің жұмысы бар, таңертең шығып кешке қуанып келіп үйіне, жаңа жапондар айтқандай өйтетін қоғам, ғылым білімге жетіп жатқан қоғамның жаңағы біреудің өмірін талқылап отыруға уақыттары жетпейді ғой. Өзі шаршап таңнан кешке дейін жұмысында жүреді. Кешке келгенде мен отбасыма назар аударайын, көңіл бөлейін деп барып бөлетті ол деген. Сол тұрғыдан бір сұрақ бар мынандай, мысалға алдында Реал Мадрид келді Қазақстанға, сөйтіп бір хит болып кетті. Реал Мадридтің страницасындағы жаңа парақшасындағы видеолар, комментарий қазақтар толған. Бір 65 мың ба, біршама мыңдаған комментарий жазған. Рейтинг көтеріп тастады ғой Инстаграмда. Бірақ
Реал Мадрид енді Қазақстанға келген жоқ қой, тек қана оның алдында біршама бізден әлдеқайда жаңағы тұрғындар көп елдерге барып жатыр. Түркияға да барған шығар, 80 миллион адам, мынау жаңағы 300 миллиондық халқы бар адамдарға барды, бірақ не үшін ондай комментарий жоқ? Не үшін біз қазақтар көп комментарий жазамыз, көп сондай заттарға соны және біз ақтап аламыз. Жаңа Инстаграмда бізде саудалар бәрі жақсы жүреді ғой. Бәрі жақсы атып кетеді, соны айтамын да мен. Мақтанатын зат па? Мақтанатын зат деп ойламаймын. Мен өзім Лондонда болдым, мысалы. Лондонның орталық нелерін геолокациямен белгілейсің ғой, көресің да артынан кімдер қарайтыны. Сөйтіп жергілікті лондондықтардың қарайтынын, бір олардың аккаунттарын, бір жаңа бізде не сияқты Атырау афиша сияқты Лондонның бір сондай нелері бар ма екен деп қарасам, мен ондай таба алмадым. Стамбулдарда бар, бірақ сонда да бәрібір мысалы 18 миллиондық тұратын Стамбулдың әрі кетсе несі жазылманы аз, өте миллионға жете ме жетпей ме, Стамбулдың негізгі хабарларын салып отыратын. Ойлаймын да, негізі бұл жасанды интеллект дегенде біз әлеуметтік желіні ғана түсіне жүрген сияқтымыз деп. Солай секілді. Жасанды интеллект деген ол әлеуметтік желі емес, басқа жағы да бар ғой. Бізде уақыт көп па или басқаларда уақыт жоқ па? Көп дегенде біз алаңдау құралы ретінде осыны пайдаланып тұрған сияқтымыз. Енді мысалы мынандай нәрсе бар да, ол жақтағы отырған кезде негатив шашпау деген нәрсе де бар ғой. Енді әрбір адамның астына мынандай нәрсе мені таңғалдырды. Өзінің туған туысымен қал жағдай сұраспайтын адамдар бар ғой, мысалы туған бауырымен, ағайынымен, жиенмен қал жағдай сұраспайды, бірақ бір әншінің, бір танымал адамның баласы дүниеге келсе, соны комментарийден құттықтап отырады да. Мысалы қаншалықты адамның ойлау жүйесінің түсіп кеткендігі, немесе тек қана өмірін сол жақта көруі, шын алып келгенде ол дұрыс емес нәрсе ғой негізінде. Мысалы туған ағайын туыс бауырында қайғы да қуаныш та болып жатыр, бірақ ол іштарлықпен, көре алмаушылықпен оған жазбауы мүмкін. Себебі қазір сен бір пост салсаң, бірдеңе салсаң, сенің жақының жазбайды ғой астына, басқа танымайтын адамдар жазып жатады ғой. Ал бірақ даладағы адамға жазады да, мысалы. Ол да сол біздің урбандалған қоғамның да бір несі шығар, көрінісі шығар, қалаланған қоғамның да. Біз және қалалық мәдениетті жаңағыдай өзбек ағайындай махаллелік немесе түркі ағайындағыдай махаллелік жүйемен қабылдаған жоқпыз ғой урбанизацияны. Біздегі урбанизация жабайы урбанизация. Европалық кәдімгідей жабайы кетіп жатыр, көшіп жатыр. Бір қала мәдениетін игеріп үлгерген жоқпыз. Әлі бізде далалық мәдениеттің көрінісі қарапайым қалаларды білдіру, шемішкені лақтырып кету, темекіні лақтырып кету деген сияқты. Бұл жаңағы қоршаған ортаны білдіру бар ғой, жаңағы ол жаңағы отар болған мемлекеттердің психологиясы ғой негізі. Себебі біздікі емес деген нәрсе ол. Деген нәрсе де бар. Сол әлі біз арыла алмай отырмыз. Мынау менікі, мынау менің қалам, мен жуам бұны деген сияқты. Ондай нәрсе бізде. Бірақ отарланған дейін десек, мысалы ұйғыр ағайындардың айтатындары, біздің Алматыдай қаламыз болса, жидемізді шешіп тұрып көшелерін жуатын едік деген дейді. Соған қарағанда бұл бір өркениеттер таласындағы бір ағаттық сияқты. Бізде жаңа жабайы урбанизация кетіп қалып жатқан кезде осыны да игермей қалып жатыр. Мына урбанизацияның ең басты проблемасы 21 ғасырдың басынан бастап көтерілді. Мысалы Лондонда мұндай оқиға болған. Осы урбанизация жаңа ағайынмен араласпайды дегенде европалықтар 20 ғасырдың аяғынан бастап талқылап тастаған. 21 ғасырда пигі мына нәрсе ғой. Лондонда 37 жасар келіншектің пәтерінде өлі табылуы, өлгенде де 2 жыл бұрын өлген ол әйелі. Теледидар қарап отырып астма ұстап қалған. Рождествоның кезі екен, жақын. Бұл әйел адам өзі стресстің несінде жүрген, ағайындармен де араласпай қалған, күйеуінен ажырасып кеткен, жұмысынан шығып кеткен. Сосын бізде жаһандануда бір нәрсе, жалдамалы пәтер барғанда дебеттік карточкасын, банктік карточкасын тіркеп қойған, ананың үстінен ақша ала берген, кредитінен де ала берген, әбден пениясы өсіп, басқасы оғанда барып, үй иесі Европаларда үйді жалдаған кезде біздікіндей ертесені қуып шығу деген жоқ. Кәдімгі ана үйді саған берді ме келісім шартпен, сенің меншігің, тек айына ақша төлеу керексің. Үй иесі келіп есігін соға алмайды, үй иесі барады, сотқа береді, сот орындаушысы 2 полициямен барып есікті ашқан кезде ана әйел скелет болып қалған ғой. Ал иесі шықпады не десе, анау бір кедей ауданындағы пәтер екен. Дәл үйдің қарама қарсысында үлкен қоқыстың багы тұрған екен. Содан шығып жатқан иіс шығарды ешкім мән бермеген. Содан анау теледидар сол қосылу күйінде 2 жыл бойына қосылып тұрған ана.
барлығы неткен, бұл деген бүтін әлемдік жаңалық болған әлемде. Бұл урбанизацияның ең үлкен зияны. Яғни адам жалғыз өмір сүреді, жалғыз өлу деген. Лондонның өзінде бір 10-15 миллион агломерациясымен есептегенде адам тұрады ғой. Сондай нәрсе жаңағы адаммен адам байланыспайды, туысқанмен туысқан байланыспайды деген. Бізде қайта әлі қазақта көршімен араласады, досың бар дегендей нәрсе бар ғой. Бірақ урбанизация жеңіске жете берген кезде бұл да бізге келіп қала ма деп қорқасың да. Қазақстанда да жоқ емес қой. Бізде үлкен кісілер өздерімен өздері келе жатқан сияқты. Мен бір апам айтып еді, жұма күні шелпек пісіріп таратқысы келген ғой, этаж үйде тұрады. Ешкім алмайды дейді шелпекті. Енді ол біздер жер үйде тұрып үйреніп қалған, көршіңе апарыпсың, қуана қабылда тағы бір бар ма деп сұрап тұрады ғой енді. Бірақ жаңа этаж үйлерде сондай бір мәдениет бар да, алмайды. Керек емес оған. Может, ол оның түсінігінде мен кедей емеспін деп түсінетін шығар, білмеймін. Қандай неде шығар мүмкін. Құрамы қандай бұның жаңағы қазір бар ғой, без глютена дейді, май қолданбайды деген сияқты, жемейін бірдеңе дейді. Көңіл деген нәрсе бар еді ғой. Ой, бәрібір негізі қазақ деген не көрсе, шелпек көрсе, бауырсақ көрсе шыдамауы тиіс қой. Сол айтады бір сәләфидің айтатын сөзі бар деп, жаңағы шелпекте сағынады кезде қазақтық жеңіп кеткен. Ол жаңа гендік жатта бәрі, ұлттық код оны жеңеді. Ондай нәрсе кейде ондай жаңа радикализмге бағынбай қалады ғой. Иә. Негізі кейбір нелер айтады ғой, осы зерттеушілер 40-тан кейін қайтады деп көпшілігі. Себебі баланы үйлендіру керек, қызды ұзату керек, ол кезде ағайын туыс болу керек қасында деген сияқты. Жекжат керек. Бәрібір сол айналып келген кезде негізі бұл сәләфилік бағытта жүргендердің ең басты несі осы болды ғой, қоғамнан өз-өздерін шектеу. Мынандай нәрсе да мен таңғалатыным, жаңағы бөлек шығам дейді, бірақ әкесінің шарбағына үй салып алады да. Ол бөлек шығу емес қой, бәрібір сен бір адамның шаңырағында отырсың ғой. Жаңағы өзінің тек бір діни сенімі үшін ғана бөлектен оларды ешкім итерген жоқ, қоғам итерген жоқ негізінде, ол бауырлар өздері итермеледі соған. Енді соны жаңа бізде қайталамайық дегеніміз ғой. Мен мына нәрсені түсіндіргім келеді да, ханафилердің ауызбіршілігі жоқ деген әңгіме айтады ғой кейде әріптестер отырған кезде. Мен айтамын, неге үйде айтасыңдар, аналар жиналады. Мен айтамын, біз община емеспіз. Община деген нәрсе ғой, мындай общак деген нәрсе. Олар 150-200 адам әр қалада, жаңа азшылық психологиясы дұрыс айтады. Біз ханафилер деген ол кім ол? Ол деген таңертең мен сияқты сабағын беріп, университет жолай мешітіне соғып, намазын оқып, кері кетіп, мен общинаға қосылмаймын. Яғни мен намаз оқимын, қазақ телекомда жасайды. Мына кісі намаз оқиды, екеуінің айырмашылығы жоқ, екеуі де мұсылман. Мынау жаңағы сіз айтқандай тек мұсылмандық атрибуттарын барлығы істейді. Бізде мысалы 5000 адам жұмаға келетін болса, 5000 адам бір-бірін тануы, ұйымшыл болуы, оларда ұйымдасып кетуі шарт емес қой. 5000 адам дейтіп жинай алмайсың. Біз Иманғалиге сондай адам келетін болса, біз община емеспіз, біз кәдімгі көпшілікпіз. Халықтың дәстүрлі діні ханафилік. Біз осы нәрсені түсінуіміз керек та, дінді тарату дегенде бір топ-топ болып бір жерге жиналып алу емес қой. Халыққа шын мәнінде діни сенімді жүрегіне отырғызып, ол мұсылман ретінде өмір сүру керек. Яғни бүткіл қазақ сол нәрседе болу керек деген нәрсені ұғыну керек. Яғни Рамазан ұстаз бір мешітте жиналып алып, өзінің жамағатын жинап алып, мен жинап алып, бір-бірімен араласпай жүру емес қой, мақсат ол емес қой біздегі. Яғни біздер көкірек көзі ашық, ешбір ағымға еріп кетпейтін, логикалық ойлай алатын бір жамағат қалыптастыру. Жамағат дегенде бір ол бөлінген топ емес та, соны да түсіну керек та. Одан кейін айтып болдыңыз ба? Айта беріңіз. Сізге рұқсат. Сізге сөздер әртүрлі тақуалық деңгейінде адамдар болатындығын да соны түсіну керек шығар. Бізде бірдей қылғысы келеді да, жаңағыдай. Айтылды, бәрі істеу керек, бірақ тақуалықтар әртүрлі болады. Сахабалардың кезінде сондай жаңағыдай барлық күнәларынан тыйылғандар бар, кейбір күнәларды істеп жүретіндер бар деген сияқты, бір өтірік айтып қоятындар бар деген сияқты, жаңағыдай неше түрлі топтағы адамдар болады, бірақ исламнан, мұсылмандықтан шығып кетпейді ғой. Ол да біздің бауырымыз, оны жақсы көреміз деген сияқты. Сол нәрсені кейде бізде түсінбей қалатын сияқтымыз. Либо сен идеальный мұсылман боласың, либо вообще мұсылман емессің деген сияқты. Дәрежелер болатыны тек қана өмірде айтады ғой, жаңа бауыржан Ариева, ақ пен қарадан тұрмайды өмір деп, әртүрлі түстері бар, басқа ортасындағы оттенктер бар деген сияқты. Сол сияқты мұсылмандарда әртүрлі болады солай. Соны да қабылдау керек шығар мүмкін. Иә, әлбетте. Мұсылмандардың арасында да жаңағы күнәһарлар болады, ол күнә жасамайды деген сөз емес қой. Сынайтындар да бізді соны түсінсе деген сияқты. Бірден ол жаңағыдай кейде сондай болып қалады, жақындарының ішінде болады жаңағыдай. Намаз бастады ғой, неге анандай мынандай деп мен айтамын да, енді ол 40 жыл 50 жыл қалыптасқан мінезін бір ай намаз оқып өшіре алмайды ғой адам. Жайлап кетірер деген сияқты. Мына нәрсені түсіну керек та, адам жаман әдеттен арылу үшін ол өз-өзін тәрбиелеу керек. Әйтпесе ол мынандай нәрсе емес қой, намаз дейтін андай бір
киноларда көрсетеді ғой, бүйтіп скафандр киіп келеді де бір бөлмеге кіреді, деп бу шығады, бүткіл вирус өліп қалады. Ондай нәрсе емес қой намаз деген. Ол уақыттар бойы, жылдар бойы сен өзің нәпсіңмен күресу арқылы тәрбиелейтін нәрсе ғой. Әйтпесе ол болды намаз оқыды екен, бүткіл тәртіптесіз былай. иә, өз-өзін қамшылау, өз-өзін тәрбиелеу, мұрақаба, ол да бар. Алланың жаңағы көріп тұрғанын білу деген сияқты. әрдайым өзін есепке тарту деген сияқты. Мысалы Оралда бір спортшы жігіттермен кездесіп қалдық. Сол жігіттермен кездесіп қалғанда сондай жаңа алла тағала туралы ислам тарихынан тағы басқа бірдемелер білгенімізді айтамыз ғой енді. Олар да енді күн сайын ұстаз басқа жақтан келді ұстаз дегеннің өзі аты да күшті, бірінші атына жеткен сыңайлы. Бәрі аузын ашып тыңдап отырсын, біреу тұрып айтады: жақсы айттыңыз, машалла, алла разы болсын. Енді спортшылар бәрі. Мен осы уағызыңыз сіздің бізге 3 күн жетеді, 3 күннен кейін қайтып қалпымызға түсеміз. Сосын айтамын да, бұл міне көрдіңіз, сіздер спортшыларсыздар. Мотивация деген нәрсе бар спортта, сосын тәртіп деген нәрсе бар. Дисциплина. Иә. Спортта мотивация менен сен қазір 1000 отжимания жасап тастауың мүмкін, бірақ оның нәтижесі болмауы мүмкін. Ал сен тәртіппен жасайтын болсаң, күніне 100-100-ден оның пайдасы болуы мүмкін дейді. Сол сияқты мен айтқан нәрсе, бұл тек қана мотивация деп қабылдаңыздар. Ал өзіңіз әрмен қарай тәртіп қалыптастыру. Осы кейде сен күн сайын 100 отжимания жасауға нәпсің жібермеуі мүмкін. Шаршап қалуың мүмкін, беткен болың, бірақ сен жасау керексің. Спорттағы тәртіп. Діндегі тәртіпте дәл солай. Күн сайын 5 уақыт намазыңды қаза қылма деген сияқты. Қиястадым олардың спортшылардың өте дұрыс. деңгейіне қарай десіз. Жақсы сөз келді, қызық бір. Имам Ғазали. Айтып Айтыңыз, сіз бітір. Жоқ, болды. Сіз сөйлеңізші. Бір сіз айтып жатқанда күшті ой келді. Имам Ғазалидің сөзі бар. Дамуда бір уақытта болмаған сияқты, құлдырау да бірден болмайды деп. Дамуда жай-жай болады, күндікте істеп келесің. Сөйтіп белгілі бір уақытта белгілі дәрежеге жетесің. Сол сияқты тұрақты түрде жасап келе жатқан құлшылықтар 1-2 күнге үзіліп қалатын болса, ол бірден құлдырап кетесің деген сөз емес дейді. Қазір бірден сынып қалады ғой. Бір нәрсені істеп келе жатады. Мысалы Құран күніне 10 бет оқимын деп алып алады өзіне. Осын жұмыстар қарбаласып 2-3 күн оқымай қалады, содан кейін бәрін тастайды қайтып. Имам Ғазали айтады да, ол бірден құлдырап кетпейсің, сен қайтып жалғастыра бер. Сол сен бір құрылысты көтеріп бара жатқан адам сияқтысың ғой. Сен бір қатар түстің, бірақ түгел жоқ болып кеткен жоқ қой құрылысың. Жайлап ары қарай дамыта бересің. Құлдырауда, дамуда бірден болмайды сол. Сіз айтқандай дисциплина, жалғастыра беру деген сияқты тәртіп. Азаздан үздіксіз. Азаздан. Осындай ұранмен көптеген блогерлер шығады ғой, енді азаздан үздіксіз. Бірақ енді қанатты ұстаз Жұмағұл, Алла өмір ұзақ қылсын. Амин. Бір жылдары Атырауда қызмет етті ғой. Сол кісі айтып еді, жазды ма есімде жоқ. Уағыз тыңдаған адам кезіндегі Джеки Чанның киносын көріп алған адамдар секілді дейді, 2-3 күн аяғын көтереді, сосын қалады. Білім алған адам ол өмірін қалыптастырады дейді. Яғни уағыздар ол сізге 1-2 сәттік өзіңіз айтқандай эмоцияны беруі мүмкін, мотивацияны. Бірақ мотивация деген соған нәрсеге сеніп алу да дұрыс емес та. Ол енді берілетін нәрселер ғой. Уақытылы. Мұхтар Мағауин айтады ғой, анау бап дейтін бар, содан кейін жаңағы құлшыныс деген бар деген секілді. Яғни адам өзі қалыптастыру керек та. Жаңағы таңертең тұрып алып, мысалы мен жүгіру үшін бүгін мотивациям жоқ, жүгірмеймін десем, мен құлдыраймын. Немесе мен Құранды бүгін қайталамасам, мен ұмытамын деген секілді. Бірақ мотивациям болмай тұр десем, ол нәрсеге қашанғы сеніп жүре бересің. Әлгі біреулер мотивациясын көтеру үшін музыка тыңдауы мүмкін, бірақ ол да көмектесе бермейді, ол дәмі кетіп қалады. Бір өлеңді айналдырып 1000 рет тыңдасаң, дәмі кетіп қалады ғой. Кім айтса да ол өлеңді. Сол үшін де дисциплина керек шығар, айналып келгенде. Мотивация кітаптары да бәріміз кезінде бір мотивациялық кітап оқыдық, президентке дейін айтты, қазірден бәрі шаң басып жатыр да, сол кітап әркімнің үйінде. Мотивация деген өзі бір уақытша бір дофамин сияқты зат қой. Мотивация дедік қой, жаңа сезім ғой бұл енді. Сезімге сену туралы бір қазірде қоғамда сондай нәрселер болып жатыр ғой, жаңағыдай бір ерлі зайыпты жақсы көріп бір-бірімен қосылған, кейін сезімдері басылған кезде мен қаламаймын деп ажырасып кете салады. Сол нәрсе мысалы қаншалықты ақылға сыйымды деген сияқты, мысалға арабтың бір Абай сияқты ақыны бар, жаңа Манфалути деген. Сол кісі өзінің кітабында жатты, оқиғалап бір үлкен кісіні көрдім дейді, 50-дегі ме, жылап жүр екен деп, сосын жағдайын сұрағанда не болды деген кезде, жаңағы өзінен жастау әйелі басқа біреуге ғашық болып кетіп қалыпты дейді, соған. Сөйтіп бұл барып артынан барса айтады дейді, мен сені енді жақсы көрмеймін, ренжіме, не істейін, менде сезім жоқ деген сияқты.
былай қарасаң енді бір өзінің таңдауы сияқты ғой, әркім өзінің таңдауы бар, жақсы көрмеген адаммен қалай бірге тұрасың деген сияқты. Бірақ жүрекке әмір жүрмейді деген. Манфолоути бірақ шарықта айтты, бұл бұндай сезіммен қашанғы өмір сүреді адам деген сияқты. Бұл барлық отбасылар тек қана сезімге құрылған ба, әркім менің бүгін сезімім басылып кетті, мен басқа адамға кетемін деп ажырасып кете беретін болса, қоғам қалай тұрады, балалар жетім қалмай ма деген сияқты нәрсені айтады. Қазір де сондай белең алып отыр. Мысалға кеше біреулер ажырасып кетеді, сөйтіп ол неге ажырасып кетті деген сияқты айтса, енді жақсы көрмейді бір-бірін, не істейді енді ол деген сияқты сондай ақтағысы келеді комментарийді адамдар. Бірақ біз үлкен бір ажырасуға деген есікті ашып жіберіп жатқан жоқпыз ба деген сияқты. Тек қана сезімдерге сүйеніп қалай өмір сүресің? Бұл адам өзінің мысалға әйелінде жаңағы күнде жақсы көруі де мүмкін емес қой. Сезім бір пикте тұрмайды ғой деген сияқты. Бір күні ашуланасың, бір күні жаңағы ұнамай қалады деген сияқты. Бірақ әрбір сондай сәтте ажыраса беретін болсаң деген сияқты. Бізде жақсы көрудің де мынау енді Алланы жақсы көру бір бөлек, бірақ жаратылысты жақсы көруде бізде кемшілікпен қоса жақсы көру деген ұғымда жоқ қой. Яғни сен ата-анаңды жақсы көресің кемшілікпен қосып дегендей. Ата-анаңның кемшілігін көресің, ата-анаң пәк емес. Махаббатың кемімейді бірақ дейсің. Махаббатың кемімейді. Сол сияқты нәрсе ғой ол деген. Яғни махаббат деген нәрсе не дегенде орта тасауф ғалымдар айтты, кемшілігімен қосып жақсы көруді. Жаңа айтқым келген не еді ғой, сол сезім басылса ажырасып кете беруге бола ма, сол себеп пе мысалға деген сияқты. Енді оның мынандай нәрсе ғой, оның түсіндігіндегі сезім деген нәрсе не? Оған может бір эмоция жетпейтін шығар өміріне. Мысалы үлкен кісі не нәрсенің минусы осы ғой, жас айырмашылығының үлкен болуының. Үлкен мысалы егде тартып қалған адам ол кешке киноға барғысы келмейді, ол үйде жатқысы келеді. Жас әйел мысалы ол барғысы келуі мүмкін. Мысалы екеуінің әлемінің екі түрлі болуының әсері ғой. Енді сен кешіріңіз жас адамды алдың ба, енді соған сәйкес келу керексің. Енді ол жүргісі келсе сен де жүру керексің деген секілді. Яғни тек қана сезім емес, бәлкім айналып келгенде бір екеуі ара бір қызығушылықтың болуы ол отбасын отбасы қылып ұстап тұратын секілді. Яғни бір мақсат, бір мүдде болмайтын болса, жаңағы сезім өшті деген сылтаушылық. Махаббат деген сана биігінде кездесу деген сол дейсіз ғой. Мұхтар Шаханов айтқан. Ол кісі өте орынды айтты негізі. Яғни мысалы адам бірінші ғашық болады, қашан? Сырт көзбен ғашық болады. Яғни көру арқылы ғашық болады. Одан кейін сөйлесе келе екеуіңіздің бір жерде жолығатыныңызды түсінесіз. Осы кезде ол байланады кірпіш. Енді ортада бір-біріне деген сатқындық болмаса, ол өрши береді. Бізде қоғамда бұның өшіп қалуының себебі екі жақтың біреуінен сатқындық болуының себебінен. Енді оны адамдар өз түсіне жатыр. Көбіне еркектер жағынан әлбетте. Яғни қиянат жасау ғой. Рамазанста сізге сезім суып қалды деген әңгіме айту ерте негізі. Бірден жаңағыдай жат қой, бір көріп жүрген кезде осы нәрсе көзге түседі. Қазір мысалға жігітті таңдаған кезде немесе күйеуді таңдаған кезде айтады, тақуасын таңда деп айтады. Егер ол жақсы көретін болса, жаңа алақанында ұстап жүреді. Егер жақсы көрмейтін болса, сезімі болмаса, ол саған бір зұлымдық істемейді дейді. Бұл жерде тек қана сезім емес қой, жауапкершілік деген нәрсе де бар емес пе, некеде деген сияқты. Ол сезімдер бір кезде суыған кезде сен жауапкершілігіңді мойныңа алуың керек, өзіңнің ақыларыңды өтеуің керек деген сияқты. Тек қана сана биігінде жол алмай қалса не істейді деген сияқты ғой. Ол бүкіл адамда бола беруі де қиын нәрсе ғой. Ажырасып кете беруге де. Ажырасып кете беру сол мәселе ғой. Менің ана не істей алмай отқан бір адамдар келеді, сондай бір сезімдерім басылып қалды, тағы басқа мынандай деген сияқты. Уақыт өте келе нелер де өзгереді ғой, бірақ қызығушылықтар да өзгереді. Бірақ енді ислам психологымыз деп айтып жүргендер осы нәрсені де алдында біреуінен естіп қалдым ғой, талақ деген халал нәрсе ғой, рұқсат етілген. Bir жағынан жаңа бірге қамалып қалған, жаңа алып қашып кеткен деген көп қой бізде деген. Енді ол сондай бағыттарды оларды тұтқыннан шығарып беруге айтқанменен былай басқа бір өмір сүріп жатқан отбасыларында ажыратып жіберу. Енді ол талақ халал деген сөз оңды солды лақтыра беру деген сөз емес қой. Ол ең соңғы мәселе шешілмей қалған кезде келетін нәрсе. Өйткені біздің қоғамда айырылысу мәдениеті де жоқ. Ажырасу мәдениеті. Екі жаққа тату кетіп, тату баланы орта тәрбиелеу деген де жоқ. Бәлкім соған апармау жолын қарастыру керек шығар. Енді бұл жерде қарау керек, әлгі ер адам зұлымдық көрсетіп ұрып соғып жататын болса, ол бөлек әңгіме. Яғни бұл проблемалардың барлығын жеке-жеке қарау керек қой айналып келгенде. Ол мүлдем қылмысқа жататын сияқты ол. Енді не дейді жаңағыдай категориядан өтіп кеткен деген сияқты ғой. Ондай қарастырылмайды ол жерде. Бірақ сол нәрсені әлі норма көретін еркектер бар ғой қоғамда.
біліп тұру керек деген сияқты. Жаңа халал дедіңіз ғой, халал деген бірақ енді негізі ол толық емес қой, хадисте абғадул халал деп келеді ғой, ең жек көрінішті халал деп. Соны айтқан кезде мүмкін шамалы ойланатын шығар адам. Тек қана халал деген былай в чем проблема деген сияқты естілуі мүмкін. Халал деген нәрсе мысалы оны кейде қолдана беру керек деген де сөз емес қой, яғни қолдану тыйым салынбаған деген де сөз ғой былайша. Иә. Ол жаңағындай түсіну керек та, шын мәнінде екеуі бір-бірін түсінбейтіндей дәрежеге жетсе ғана қолданылатын нәрсе ғой. Әйтпесе сен өзің өлем күйем деп алған әйелің ғой, енді не өзгерді ортада? Мүмкін сен өзгерткен шығарсың ол нәрсені. Отбасыдағы шырақты сен өшіріп алған шығарсың. Әйтпесе негізі екі жақтағы қатысты нәрсе ғой. Мысалы еркек ер адам ретінде отбасыдағы бір жанып тұрған шырақты өшірмеу негізі еркектің қолындағы нәрсе ғой. Ер адамның қолында да ол жылулықты бере алу. Кешіріңіз, сіздің осы арада Бауыржанның сөзі бар деп айтады дейді ғой. Жаңа барлық ер адам өзінің ер адам екенін сезінгенде, әйел адамдар өзінің бақытты әйел болғанына мақтанады. Ер адам, шынайы ер адамды көрген кезде. Өте керемет айтқан екен. Еркек болып қалу керек. Жаңағы ми жегіш, кішкене артынан өсек айтатын, отбасының жаңағы үйіп тұрған, айранда үйіп тұрған отбасының берекетін қашыратын адам болмау керек қой еркек. Мен анау үйленбей жүрген жігіттерге айтам, бойдағы жігіттерге, енді жасы келіп қалады ғой, 25-тен асқаннан кейін бір таңдағыш болып қалады, қызда еркекте сондай ғой. Мен айтам да, еркек сен ана қыз мынандай, мына қыз мынандай басталады да. Проблема ода емес, проблема сенде, сен аңғал болу керексің деймін да. Кейбір нәрселерді көрмеу керексің. Сен адам ретінде ол барлық нәрседен кемшілік көресің, бірақ еркек ретінде көрмей қалу керексің. Еркектің бір табиғи аңғалдығы бар ғой, байқамай қаласың. Мысалы, үйге келдің, үй жиналмай жатуы мүмкін. Айтпай қойға да болады да соны. Көрмей өтіп кетесің, көріп тұрсаң да, білмеген секілді. Ол еркектің табиғаты. Ер адам ол нәрсенің барлығына кухнясына кіріп, бәрін түзей беретін болса, ол шашады. Ол да жаңа үйде бір әйел емес, екі әйел бар деген сөз. Ас үйде екі әйел сыймайды деген. Еркектік аңғалдықты сақтау керек, бірақ ақымақ болып кетпеу керек. Осылайша бүгінгі подкастымызды тәмамдадық. Алла тағала баршаңызға разы болсын. Құрметті көзқарақты көрермендер, біздің Иман Лайф YouTube арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де басқа да ағайын туыс бауырларға таратуды ұмытпаңыздар. Біздің Instagram парақшамызға да жазылып, бізге қолдау көрсетіңіздер.